Бүгінгі сабақтың тақырыбы жер бедерінің адамзат тіршілігі мен шаруашылығына тигізетін әсері. Яғни біз мақсатқа жету үшін жер бедерінің адамзат тіршілігі мен шаруашылығына тигізетін әсерін бүгін анықтайтын боламыз. Әсіресе ірі өзен аңғарлары ойыс пен таулы емес жазық жерлері, ежелден халық тұратын тығыз қоныстанған аймақтарды нақты талдайтын боламыз. Біз сабақты сұрақ арқылы таңдаймыз. Яғни антропогендік әрекеттер және жер бедері дегенімізді қалай түсінеміз? Антропогендік әрекеттер дегеніміз және жер бедері дегеніміз адамзат баласы үнемі жер бедерінің ерекшеліктерін өз қажетіне тиімді қолдануға тырысқан. Әсіресе ірі өзен аңғарларының ойысы мен таулардың етегіндегі жазық жерлерді ежелден халық тығыз қоныстанған аймақтары болып саналатын. Сондықтан да осы аталған аймақтарда жер бедері пішіндеріне қарай әрбір қоғамдық формация ауысқан сайын белгілі бір дәрежеде салмақ түсіп отырады. Халық санының соңғы уақыттарында қарқынды өсуі. Яғни антропогендік факторлар дегеніміз, әрекеттер дегеніміз, бұл мысалы адамның іс әрекетінен болатын. Мысалы ластану, өзендерге ластарды тастау, және қалдықтарды тастау, және орманды өртеу мүмкін, және сонымен қатар жаңағы заводтардың әсерінен, және ғимараттардың қасындағы лас қалдықтарды тастау арқылы бұл жаңағы антропогендік әрекеттер және жер бедері деген осы табиғатқа әсерін айтамыз. Келесі бізде мынау табиғатымыз керемет, бұның жазықтары нақты әдемі көрсетіліп тұр. Келесі бізде сұрақта адам әрекетінің нәтижесінде пайда болған жер бедері. Яғни адамның әрекетінің нәтижесінде пайда болған жер бедері дейді. Бұл бізде адамның әрекетінен пайда болған жер бедері нәтижесінде, адам әрекетінің нәтижесінде пайда болған жер бедері пішіндері техногендік немесе антропогендік пішіндер деп аталады. Бұл пішіндер климат жағдайына және тектоникалық қозғалыстарға байланысты емес, көптеген жағдайда техногендік заттар табиғат ортасына кері әсер етеді. Кей жағдайда қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін оларды қайта өңдеу немесе мүлдем жойып жіберу қажет болады. Техногендік жер бедері пішіндерінің қалыптасуы мен өзгеруін нақтылап қадағалап отыруда және оның жүйелі түрде жүктелуі талап етіледі. Мысалы, антропогендік және техногендік дегеніміз, мысалы осы жерде техногендік заводтардың түтіні, әртүрлі құрылғылардың түтіндерін айтамыз. Антропогендік адамның іс әрекетінен болып жатқан құрылғылардың барлығын тіршілікке, табиғатқа зиян тиіп жатқанын айтамыз. Келесі адамның шаруашылық әрекеті нәтижесінде өзгерген жер бедері және пішіндері кең таралған түрлеріне тоқталатын боламыз. Бұл жерде қараңыздар, мысалы адамның шаруашылық әрекеті нәтижесінде өзгерген жер бедері пішіндері кең таралған түрлер. Мысалы ауыл шаруашылығы дейміз. Ауыл шаруашылығын егеміз, жер шаршайды да, шаршаған екен, ол жер эрозияға ұшырайды. Ал тау-кен өнеркәсібі дегеніміз, мысалы кез келген заводтар, тау-кендерді біз қазып, шұғымаға айналдырып, оның жерін жаңағы өнеркәсіпті пайдаланып, ол жерді жаңағы эрозияға неге ұшыратамыз. Келесі қорғаныс мақсатындағы дегеніміз де бар. Сонымен қатар адамның шаруашылық әрекеттерінің жер бедеріне әсер ететін әрекеті антропогендік әрекет деп аталады. Осы тұжырымдамада оларды алғашқы және екінші реттік әсер деп екіге бөледі. Яғни алғашқы және екінші реттік деп әсер етеді. Мысалы, мынау адамның іс әрекетінен табиғатты қырқу, жаңа кесу әрекетінен болып жатқан әрекет, антропогендік әрекеттен пайда болып жатқан. Келесі бізде қорытынды сұрақтар сипаттама береміз. Бұл жерде біз антропогендік әрекеттер және жер бедері дегеніміз не? Бүгінгі сабақта адам әрекетінің нәтижесінде жаңа пайда болған жер бедері, адамның шаруашылық әрекеті нәтижесінде өзгерген жер бедері туралы талдайтын боламыз.